Mesela birilerinize internet kurmaya bağlı mı ya hastanızda okuşmaya birlikte isteyinizdir. Tatlılarımız. Nasıl? Ya. Çağrı, bunu falan çok. Ama sen ilgili hissediyorum. Yani ayağı ödekeniz birlikte size de benim ilgili öğrenmesi. Жалпы бұл жерде халықтар қандай әрекет болды? Қандай әрекет көрсетті халықтар? Көтеріліс митинг. Оны көрсетпеңіз. Наразылық деп айта аласыз ба? Жалпы наразылық дегенді қалай ойлайсыздар? Қалай түсінесіздер? Наразылық дегеніміз не? Қарсы. Иә, биліктің іс-әрекетіне өзінің қарсылығын білдіру, иә. Енді балалар осыған байланысты біздің тақырыбымыз бен мақсатымыз қандай болып сөйлейсіздер? Жалпы біздің осы тақырыбымыз желтоқсан оқиғасы туралы жалпы тақырыбымыз сондай болуы мүмкін, ал мақсаты қандай болып сөйлейсіздер? Митинг көтеріліс. Көтерілістің себебін анықтаймыз ба? Себебін анықтауымыз мүмкін, иә, оны талдауымыз мүмкін, иә. Жақсы, онда бүгінгі тақырыпты сізге айтайын. Бүгінгі тақырып Қазақстандағы 1986 жылғы оқиғалар. Енді сабақтың бала мақсатымен таныстырайық. Біз сіздермен бүгін әміршіл әкімшілік саясатқа қарсы халық наразылықтарын қарастырамыз. Желтоқсан оқиғасының себебін анықтайсыздар, және де осы желтоқсан оқиғасына өз бағаларыңызды беретін боласыздар. Қазір сіздермен қысқаша бейнеролик көреміз. Жалпы балалар, желтоқсан оқиғасы қашан және де қай қалада өтті? Қай жылы? Қандай қалада? Қай қалада? Алматы қаласында болды. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Жалпы балалар, осы желтоқсан оқиғасына не түрткі болды деп ойлайсыздар? Тәуелсіздік. Сосын тағы да дәл сол кезде жалпы ушығуына басшылық тапсырма берейін. Орталық әдісін байланамын. Жалпы сіздер 20-шы ғасыр соңындағы әміршіл әкімшілік саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырасыздар. Сіздер қай оқиғаны салыстырасыздар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша желтоқсан оқиғасын аласыздар, Қарағанды кеншілерінің ереуілін аласыздар, және Жаңаөзен оқиғасын аласыздар. Осы үшеуіне сіздерге қазір 2 минут уақыт беремін. Жылдың 16-18 желтоқсанында болған Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында орын алды. Оның болу себебі Өзенмұнайгаз компаниясының жұмысшылары жалақы мен әлеуметтік жағдайларын жақсарту үшін ереуілге шықты. Нәтижесінде полициялар оқ атып, 17 адам қаза болды. Келесі. Қарағанды кеншілерінің ереуілі туралы кім айтады? Қайсымызды айтамыз? Ислам, Әлібек, Әлібек. Қарағанды кеншілерінің ереуілі 1989 жылы 20 және 22 шілде аралығында болған және бұл себебі жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы болған. Және де олар жұмыс уақыты сондайлар соған себепкер болды. Желтоқсан оқиғасын кім айтады? Желтоқсан оқиғасы 1986 жылы 16 желтоқсанда болды. Ол оқиғаның себебі Қазақстанда саяси жағдайлар шиеленіп тұрды. Партия басшысы ретінде Қонаевтың орнына Мәскеуден Колбинді тағайындады. Ол халықтың наразылығын тудырды. Жалпы осы балалар үш оқиғаны алдық, иә? Осы жердегі ұқсастығы неде деп ойлайсыздар? Жалпы ұқсастығы неде? Наразылық білдіру. Кімге наразылық білдірді? Әкімшілікке. Жалпы онда балалар мінекейіңіз осы үш оқиғада халықтың әлеуметтік, жалпы еңбегі және ұлттық құқықтарының бұзылуына жауап ретінде көтеріліп, қоғамдық саяси өзгерістердің қажеттілігін көрсетті. Әр оқиғада өзінің уақыты мен жағдайына сәйкес ерекше болғанмен, олардың бәрі жалпы әділетсіздікке қарсы халықтың күресі ретінде сипатталады. Жалпы олардың ұқсастығы осыда. Жақсы, енді балалар, сіздермен топтық жұмыс орындаймыз. Сіздерге қазір қарап беремін. Бұл жерде постты тұрасыздар.
екінші партаға бұрылады, екінші партадағылар, үшінші партадағылар екінші партаға жақындайды. Үшінші парта жақындайды. Кандидатым орындайды. Бірінші топ, сіздер бірінші топ желтоқсан оқиғаларының себептерін анықтайсыздар. Екінші топ оқиғаның барысы мен негізгі кезеңдері туралы айтып өтесіздер. Үшінші топ сіздер желтоқсан оқиғаларының жалпы маңызына баға бересіздер, өз ойларыңыз. Егіндік үшін күрестен сесия. Оқиғаның басталуының себептері. Ең бастапқысында бізде тәуелсіздік алынмаған өзіміздің ұлтымыз, қазақ балалары. Орда жастар ұлтын алды. Жастар арасындағы наразылықтың басты мәселесі басқа ұлт өкілінің басшылыққа тағайындалуы болды. Қазаққа қазақ келу керек. Орыстың біздің қазаққа жайбарақат қарауы. Одан кейін әр қазақ өзін қазақ басқарған қарауы, елдің ойын басшылық елемеуі, еліміздегі әділетсіздікке жайбарақат қарауы. Басшылықтың сондай әділетсіздікке жайбарақат қарауы қазақты намысына тиді. Жақсы. Екінші топ. Желтоқсанның барысы мен кезеңдері. Қазақ мемлекеттік университетіндегі жастар наразылығы, жастардың талаптары. Көптеген адамдар жарақат алып, жүздеген адамдар тұтқындалды. Әртүрлі жастар, студенттер, жұмысшылар қосылды. Полиция мен әскери күштері және де қосылды. Бұл оқиға ұлттық сана мен бірліктің нығайтты және тәуелсіздікке ықпал етті. Үшінші, Кеңес одағының ұлттық мәселелердің өткір екендігін көрсетті. Көрмесе сіздерге тарихқа қарап айтып береді. Бұл жерде сіздерге бар жоғы 3 сөйлем берілген. 3 сөйлемде толық емес. Оны қажетті сөздермен не істейміз? Толықтырамыз. Бүгінгі күнгі тақырыпты 3-ші тапсырма тарихи диктант. Дұрыс жауаптары сарымен берілген. 16 желтоқсандағы дұрыс па? Дұрыстарымыз плюс белгісімен белгілейміз. Желтоқсан оқиғасы. Дұрыс па? Одан кейін Разумовскийдің бірінші хатшысы Ульянов. Және де ең соңғы сөз ол Колбин. Дұрыс па барлығыңыздар? Жақсы, онда балалар тақтаға назар аударайық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жауабын дұрыс тапсаңыздар келесі сұраққа өтеміз. Қате тапсаңыздар қайтадан сұраққа ораламыз. Желтоқсан оқиғасы қай жылы болды? 1986 жыл. 1986 жылы дейді. Ал берілейін ба? 1986 жылы Республика Компартиясы ортының бірінші хатшысы міндетінен кім босатылды? Әлібек Қонаев. Желтоқсан оқиғасы тақырыбына эссе жазып келесіздер. Білдім. Онда сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Қазақстанда 1986 жылы оқиғалар болды. Сабақтың мақсатына біз әміршіл әкімшілік саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырады және желтоқсан оқиғасының себебін анықтайды және өз ойынша баға береді. Менің қолданған әдіс-тәсілдерім ол миға шабуыл, сұрақ жауап әдісі, ой талқылау әдісі, және ортадағы қаламсап әдісі, ол топпен жұмыс істегендегі. Содан кейін бинар платформасындағы сұрақ жауап әдісі, ол жерден өзімен сұрақ жазып отырмын, балалар жауабын айтып отырды. Жалпы мақсатқа балалар жетті деп ойлаймын. Мысалға біздің бірінші наразылықтарды салыстыру мақсатында балалар оны бірінші тапсырмада орындады. Бірінші тапсырма орталық әдісінде үш оқиғаны салыстырды. Екінші тапсырмада бізде ортадағы қаламсап әдісі бойынша балалар жаңа желтоқсан оқиғасының себебін анықтады. Жалпы өз ойларынша баға берді. Одан кейін жазылуға мен үшінші тапсырманы алдым. Газет мұғалім сабағымызды қойып алдымен бізде тарихтан бірінші жыл беріп тұрсыздар, жас маман осы
қобалжу болды, бірақ басында мен қорқып тұрмын деп айтады сөйтіп. Ешқандай қобалжу ештеңе айтпады. Молодец, өте жақсы алып шықтым, басынан аяғына дейін. Жаңағы өте қымызы жүйелі құрылған, әрбір өтір нүктесі дейін ойластырылған сондай қымызы болды. Жаңағы сын тұрғысынан ойлауда тақырыпты анықтату, кәдімгі ойланды ғой балалар. Жаңа тақырыпты бейнероликті көрсетіп, сақтап алу, ой талқы өте жақсы болды. Ой талқыда жаңағыдай Вен диаграммасын былай ауызша алып шықты балалар. Кәдімгі өздеріне берілген материалды оқып, сол жерде бірден қорытынды жасап алып шықты. Содан кейін ол нені жаңа өзенмен кеншілер балалар өзі қосып отыр, иә? Өткен тақырыппен салыстырады. Өткен тақырыптар салыстырады. Бар екен ғой, ол бізде неде? Тақырыптар бар. Ол өте жақсы ғой. Соның барлығын енді балалар жаңағыдай өткен тақырып есіне түсіріп, жаңа тақырыппен қосып, оны жеке-жеке айтты да жаңа ұқсастырмап шықты. Бұл кәдімгі балаларды ойландырған тапсырма ғой. Ойландырса ол сын тұрғысынан ойлау болады. Баланы сұрақ қойып арқылы ойландырсақ, оның сын тұрғысынан ойлау болады. Өте сәтті шыққан тапсырма сол болды. Содан кейін жаңағы топтық жұмыста өте жақсы жұмыс жасап шықты, 9 ай. Қорғап шықты, өз ойын айтты, талқылау болды. Тарихи диктант маған өте жақсы ұнаған. Жазылымда жақсы жұмыс жасады. Сабақты өзіңіз өте сәтті қорытындыладыңыз. Кері байланыс болды. Жаңағы әр өтір нүктесіне дейін тура сабақпен сондай уақытқа бағынған бір сондай сабақ болды. Тек қана мен енді айтатын мына жерде постер қорғады ғой, жұмысын сүретін постер қорғағанда кішкене нетсе, толық тұрса еді олар бір-біріне. Жаңа әркім өзін қорғап кете берді. Сосын өздері барға алса үш тұғыр бағып еді. Мысалы, мына балалар барға алса, олар біледі, бағып айтып берді. Сол жері ғана өте жақсы, жас маман үшін жақсы дәл осылай. Жақсы рахмет. Сабағыңызға рахмет. Сабақ өз кезегін ұсады, барлық өз кезегімен бірінші үй тапсырмасын сұрауынан бастап жаңа тақырыпты суреттер арқылы ашуымен тақырыпты өздері ашты, мақсатты өздері қойды, сізден толықтырдыңыз. Барлық өз кезегімен. Мен де ойлап қалдым, қарағанды кеншілер жаңа өзен оқиғасын қайдан алып отыр екен деп ойлап қалдым да, мынаны берген ойлап, мынаны шын бар өткен тақырыппен жақсы, рахмет. Жақсы қатысып отырған барлығы тарихты қалай жақсы көретіндері барлығы көрініп тұр. Мына жердегі әділдің даже қолын көтеріп ана алмайды ғой, десюбектер кім? Айсұлтан барлығы жауап беріп отыр. Тарихқа деген ерекше нелері бар екен, белсенділіктері бар екен. Соны байқадым. Және мынау қолданылған әдіс тәсілдердің барлығы оқушыларға мотивация болады да. Яғни сәтті болу, мысалы ең соңғы жаңағы гениалының сондағы шампалақтаудың өзінде ислам дұрыс жауап бергеннен кейін кәдімгі өзіне шақырып сол барлығы үшін рахмет. Енді алатынымыз көп болды. Жалпы сабақ өте күшті құрылған. Енді біз бастауышпен жоғары сыныптың разницасы огромный екен, баяғыда тастап себебі бізде бастауышта білесіз ғой, бірдеңе тапсырма берсеңіздер шулап болып бүкіл білген айтқысы келіп тұрады ғой енді. Бұл жерде енді байқаған бір-бірін сыйлап, бір-бірін күтіп, одан кейін сөйлескен да енді ол да бір тәрбие жағынан жақсы ғой енді. Сосын әдіс тәсілдеріңіз маған ұнады, себебі мұнда тек қана бір әдіс тәсіл болған жоқ, топтық жұмыс болды, өзінің жеке жұмыс болды, иә. Сосын балалар өз-өздерін тексерді, ол да дұрыс қой, өйткені біреуін ашып класс арқылы өзіңді туралап отырасың да, түсініп отырасың. Ол да ұнады. Сосын кезең-кезеңмен жолда әр тапсырмаға уақыт бергеніңіз өте қатты ұнады, себебі балаға уақыт бермесең ол кетеді ғой, қанша уақытын білмей өз ойларымен отыра береді, ойланып отыра береді деген сияқты. Нақты уақыттар ұнады маған. Сосын мұндағы үй тапсырмасы эссе ол енді мындай свободный жұмыс қой, өйткені баланың ойлау қабілеті ол шексіз. Сондықтан оны баланы шектеп қана қоймай, оны осы желтоқсан оқушыларына байланысты не ойлайды, жалпы қандай болды, себептерін, маңыздылықтарын бәрін айтып кетті. Сосын кері байланыс бүкіл болды. Не білгім келеді, нені білдім деген секілді, иә, балалар өз ойларын айтты нақты. Сыни тұрғысынан ойлау қандай болды әдістері тоже жақсы ұнады маған. Жалпы сабақ жақсы өтті. Рахмет.